Бүгінгі видеода су жаңа Сокол, Каратель және Miss Marvel 2 Season, яғни Miss Marvel сериалының екінші маусымы. Бәріңе сәлем. Марвелдің соңғы сып-свежий жаңалықтарын рет-ретімен айтатын болсам, Первый Мститель фильмінің 4-ші бөлімінің режиссері Джулиус Она, Сокол и Зимний солдат сериалында бой көрсеткен Хоакин Торрес атты персонаж Марвел кино әлемінде жаңа Сокол атанып, фильмде маңызды персонаждардың бірі болатынын растады. Әрине, Хоакин Торрес рөліне Дэнни Рамирес қайта оралады. Бұл екеуі болғанымен Кевин Файги дәл қазір Марвел кино әлемінде Мстители командасы жоқ деп тарс еткізді. Мұңаюдың мүлде қажеті жоқ, себебі олардың орнына сәл ессізде өзінің уақытын көптен күткен Громоверсия командасы бар деп алда шығатын фильміне одан сайын қызықтырып қойды. Дегенмен Мстители командасы Кангтың нұсқалары соғыс ашып әлемді жаулауға тырысам дегенше жиналып болып қалуы тиіс. Себебі өте сенімді инсайдерлердің айтуынша алдағы айда Мстители Династия Канга фильмінің сценарий жазу жұмыстары басталады. Білмегендер болса, бұл фильмнің сценаристі Джефф Левнис атанған болатын. Ең қызығы, Человек-муравейдің 3-ші бөлімінің де сценарийін жазған дәл осы Джефф Левнис. Бұл дегеніміз екі фильм өзара өте тығыз байланысты болады. Бір сөзбен, Человек-муравей Квантамания фильмі Мстители Династия Канга фильмінің приквелі болады. Ал D23-те көрсетілген Квантаманияның тизерінде Кангтың телекинез қолданып Скотты қабырғаға жабыстырғанын көрсеткен. Ең қызығы, бұндай қабілет Кангте қайдан пайда болғаны белгісіз. Даня Рихтман көкеміздің хабарлауынша, Марвел алда шығатын Капитан Марвелдің 2-ші бөлімінен кейін бірден анонс жасау үшін барлық күшін салып Miss Marvel сериалының 2-ші маусымымен жұмыс жасауда. Сорви голова, рожденный заново сериалында Алаква Кокстың сомдауындағы Эхо атты персонаж төбе көрсетеді. Бұл ақпаратпен бөліскен Дэниэл RPK. Бұл өте сенімді инсайдерлердің бірі. Ал Кейси Уэлш порталының хабарлауынша, сериалда төбе көрсетеді деген Джессика Джонстың орнына Джон Бернталдың сомдауындағы Каратель болады. Оның себебі Джессика Джонсты сомдайтын актриса Кристен Риттердің басқа жобада түсірілім жұмыстары болуына байланысты. Бүгінге айтатын жаңалықтарым осы. Өте қысқа видео шықты, мойындаймын және де кешірім сұраймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп қолдап кетсеңдер, алғысым шексіз болатын еді. Ал әзірге кездескенше.